Кайырлы таң, кайырлы күн, кайырлы кеш, кайырлы түн достар. Менің Instagram профилімдегі ссылкаға өтіп, YouTube каналымнан тағы да қызықты видеоларды көре аласыздар. Каналға жазылып, қазақ контентінің дамуына атсалысайық. Сіздермен бірге Abzik Motors. Ендеше кеттік. Көпшіліктердің сұрағанда бүгінгі видеомызда Mercedes-тің W210 Mercedes-Benz W210. Бұл көзілдірікті автомобиль алдыңғы шығарылымда айтып өткен 124-ші кузовтағы Mercedes-тің інісі. Автомобильдің дизайнын жасаған қолына бал тамған әйгілі итальяндық Бруно Сакка болатын. W123 яғни дипломат, W201, W124, W140 тұлпарлары да осы кісінің шабытынан шыққан болатын. Сол таңда жарыққа шыққан жаңа E-класс ешқандай Mercedes-ке ұқсамайтын. Бұл уақытқа дейін 4 бұрышты Mercedes-ке үйренген халыққа 210 кузов жабайы көрінгендей болды. Жаңа Mercedes пішіні автомобиль әлеміне жаңа сән үлгісін алып келгендей көрінді. Көліктің аэродинамикалық кедергісі рекордтық 0,27-ге жетті. Толықтай жаңартылып шығарылған кузов одан әрі үлкейе түсті. Көптеген білгіштер бұндай идеяны немістер 1993 жылы Женевалық автокөрмеде көрсетілген Crop Study концепт карынан алды деп айтып жатады. Бірақ ол концепт 1997 жылы шыққан SLK Mercedes-не арнайы жасалған болатын. Бірақ ұқсастықтар әрине жоқ емес достар. Техникалық көзқарасқа келсек, жаңа Ешка көптеген жаңартуға ұшырады. Алдыңғы подвескасы 123 Mercedes-тегідей 2 рычагты болды. Рөлдік басқаруы рейкаға ауысты. Бұл өзгерту автомобильдің басқарылуына жақсы әсерін берді. Опцияларына келсек, шеткі қауіпсіздік жастықтары мен жаңбыр датчиктері, парковка датчигі және ESP системасы болды. ESP дегенді түсінбейтіндерге арнайы айтып өтейін. Бұл тұрақтылық, яғни стабилизация системасы. Бұрылысқа қатты жылдамдықпен кіргенде автомобиль бұрылыстың ішкі жағындағы дөңгелек жүрісін бәсеңдетеді. Яғни сіздің аман-есен үйіңізге жетуге көмектеседі. Алғаш рет көзілдірік Mercedes 1995 жылдың 24 маусымында сатылымға түсті. Алғашқыда көліктің 5 модификациясына қолыңыз жететін. Олар E200, E230, E320 және дизельді E220 мен E300 болатын. Негізі бұл моторлардың ішінде 111-ші 2.3 литрлі мотор ғана жаңа болатын. Қалған моторлар 124-ші Mercedes-тен көшіп келді. Ал 1996 жылдан бастап алдыңғы айтқандарға тағы да 3 мотор қосылады. E290 дизель, 104-ші мотор E280 және E420. Коробкаларынан да таңдауға әр алуан түрлері болды. 5 сатылы механика және өзінің сенімділігін уақытпен дәлелдеп тастаған 4 сатылы автомат және су жаңа 5 сатылы автомат болды. Бірақ Mercedes-тіктер 5 сатылы автоматты тек E320 мен E280 модификацияларына ғана орнатты. Ито қосымша ақшаға. Достар, 210-ші Mercedes-ке келгенде тағы да бір айтылып кету керек нәрсе бар. Ол нәрсе классик, элеганс, авангард деген естуіңіз бар шығар. Дәл сол атаулы комплектацияларды қолдану осы Mercedes-тен бастау алды. Олардың айырмашылығы интерьер материалдары мен декоративтік элементтерден тұрды. Комплектация түрлерін келесі суреттерден керегін оқып алсаңыз болады. Бір 1996 жылдың ақпан айынан бастап ең ашулы Mercedes дүниеге келеді. Оның азан шақырып қойған есімі E50 AMG болатын. Бұл модификация тек авангард үлгісінде қолжетімді болды. Бұл көлікті жасауда Mercedes-тіктер заводтан кәдімгі E420-ны алып, мотор, коробка, подвескасын шешіндіріп тастайды. Сөйтіп Афальтербах қаласына AMG инженерлеріне жібереді. AMG жігіттері оған S500-ден алынған M119 моторы мен SL600-ден 5 сатылы автоматын орнатады. Сонымен қатар жаңа редуктор, выхлоп системасы мен тежегіштер қояды. Подвескасы аса өзгеріске ұшырамайды. Бірақ AMG инженерлері өздерінің амортизаторлары мен пружиналарын орнатты. 24-ші кузовтағы 500-ші Mercedes-тің моторынан жаңа мотордың аздаған айырмашылығы бар еді.
Бұл моторға AMG жігіттері қол сұғу арқасында компрессиясы 11-ге жетті және енгізу клапандарының диаметрі өзгерді. Оған қоса күшейтілген клапан пружиналар мен жаңа таратқыш білік, яғни распредвалдар қойыла бастады. Жұмыс көлемі 5 литр болатын бұл қозғалтқышта 347 жылқының күші, ал айналу моменті 480-ге жетті. 1675 килограммдық бұл автомобиль паспорттық айтылуы бойынша 0-ден 100 км сағатына 6,2 секундта жылдамдықты алатын. Бірақ тест барысында 0-ден 100-ге дейін небәрі 5,5 секундта оқтай ұшатыны белгілі болды. 1996 жылдың 7 наурызында бірінші рет катафалк атауына ие болған универсал көрсетіледі. Ал 1997 жылы Мерседестің 210 кузовы бірінші рет техникалық жаңартуға ұшырайды. Қатарлы М104 моторының орнына 3 клапанды жаңа 6 цилиндрлі V тәріздес М112 моторлар келеді. Ал барлық автомат коробкалары бастапқыдан 5 сатылы болып шығатын болды. Оған қоса техникалық жаңартуға дизельді қозғалтқыштар да ұшырады. E300 дизелінің орнына E300 турбодизель орнатылатын болды. Сол жылдың қазан айында Франкфуртта E55 AMG модификациясы жарыққа шығады. Немістер М113 мотордың көлемін тағы да ұлғайтып 5-4-ке дейін жеткізеді. Жұмыс көлемінің өзгеруіне байланысты мотор күші де арта түсіп, жылқылар саны 354-ке дейін жетті. Ал 3000 оборотта 530 ньютон-метр айналдыру моментін естігенде адам емес ат үркейтін еді достар. Паспорт бойынша 5 сатылы автоматпен бұл жыртқыш 5,7 секундта 100 шақырымды алуы тиіс еді. Бірақ салыстыру тест-драйвтарына қарасақ, капот астына 400 жылқысын байлап отқан сол кездегі М5 BMW-сінен де кем түспеді. Бір 1999 жылдың маусым айында Mercedes алғашқы рестайлингке ұшырайды. Жаңа E-классқа 1800-ден астам өзгертулер енгізілгенін ақсүйек мерседестіктер мақтан айта бастады. Оның ішінде алдыңғы және артыңғы оптика, бамперлер және 2 мм-ге төмен түсірілген қанаттар, яғни крылалар деп ауыз толтырып айта аламыз. Дөңгелек дискілері мен әйнектері, онымен қоса есік тұтқалары көліктің түсіне бояла бастады. Жаңартуларды салоннан да байқасаңыз болады. Жаңа 8 кнопкалы мультируль, өзгертілген сапалы аудиосистема және автоматтық коробкасы механикалық режимде жүре алатын жағдайға жетті. Достар, бұл Mercedes 124 секілді әйгілі болмаса да, көпшілігіміздің көңілімізден шығып, нағыз досымызға айналған өтірік емес. Сол кездердегі техникалық қарапайымдылық пен сапа қазіргі аға буын өкілдерін сағынтатыны сөзсіз. Бүгін мен сіздерге Mercedes'тің W213 кузовы туралы бар білгенімді айттым. Келесіде қандай көлікті көргіңіз келеді? Комментарийге қалдырыңыз. Сіздермен болған Arctic Motors. Сау!